Ақпараттық технология. Дәлірек айтқанда, көпшілікке IT атымен танымал ұғым. Қазіргі компьютерлік технология негізінде бүкіл әлемдік ақпаратта жүргізу, жинау, сақтау тәсілдерімен қамтамасыз ететін математикалық технологиялық құралдар жиыны. Біз цифрлы технологияны қолдану арқылы құрылатын индустрияларды өркендетуге тиіспіз. Дәл осы сөздер 2020 жылдан бастап орындалу қажет маңызды кешенді міндет. Елде 3D принтинг, онлайн сауда, мобильді банкинг, цифрлы қызмет көрсету секілді денсаулық сақтау, білім беру ісінде қолданылатын және басқа да перспективалар салаларды дамыту керек. Бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға жаңа сапа дарытты. Бұрынғы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзінің халыққа арналған жолдауында деген болатын. 21 ғасыр озық технологиялар ғасыры. Рухани жаңғыру жолында инновациялық технологиялар сапалы болашақтың кепілі болып саналады. Инновация – бұл нақты қойылған мақсатта жетуде ойға алынған жаңа нәтиже. Бұл үрдістің негізгі жаңалықтарды қалыптастыруды, оны қолдана білу. Біздің мемлекетіміз Қазақстан Республикасында IT саласы тұрақты дамып келеді. Жаңартылған технологиялардың тиімділіктің нақты құралы болатынына сенім арта отырған әр сала мен кәсіпорындар. Дамыған 30 ел қатарына ілініп, жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізеді. Мен елімнің ертеңіне, республикамның жарқын болашағына сенемін. Менімен бірге цифрлық Қазақстан бағдарламасын ақиқатқа айналдыруға, заман талабына сай әрекет етуге шақырамын.